Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің қазақ өнеріне қосқан зор үлестерін ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Олар тек қана композитор болып қоймай, үнемі ізденіс үстінде қазақтың музыка мәдениетін кәсіби деңгейге көтеріп, қарқынды дамуына үлкен үлес қосқан дарыны да талантты тұлғаларымыз. Қай жанрды алып қарасақ та, ән жанры, марш, опера, осы туындыларымыздың сол жанрдың новаторы және жаңашылық енгізушілері бола білді. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди композиторлықтан басқа қазақ халық музыкасын жинаушылықпен, зерттеушілікпен айналысып, кейінгі ұрпаққа, яғни бізге мол мұра қалдырып кеткені белгілі. Сондай мұралардың бірі қазақ жастарының музыкалық сауатын ашуға арналған музыкаға алғаш қадам. Ғасырлар пернесі, замана бұлбұлдары атты еңбектері. Ғасырлар пернесі, замана бұлбұлдары атты еңбектерінде қазақ халық композиторлары Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, күй атасы Құрманғазы, күйші анамыз Дина Нұрпейісова, шертпе күйінің негізін қалаушысы Тәттімбет Қазанғапұлының өмір баяндарын сипаттайтын құнды кітап. Ал Латиф Хамиди болса, осы халық композиторлардың шығармашылығын жоғары деңгейде насихаттап, кейінгі ұрпаққа қаймағы бұзылмаған саф алтын түрінде жеткізуге атсалысты. Қазақ халқының ел аузында түрлі сарынмен орындалып жүрген халық әндерін бір қалыпқа келтіріп, нотаға түсіріп, өңдеп жазды. Бүгінгі концертімде Латиф Хамиди өңдеген Ақан Серінің Ләйлім және халық әні Елегайды орындаймын. Қазақ өнеріне өзіндік үлес қосып, өнерімізбен мәдениетіміздің дамуына толассыз күш-жігер жұмсаған бұл екі тұлғаның есімі мәңгі жасай бермек. Биыл қазақтың қос саңлақ сазгерлеріне 115 жыл. Бұл ерекше тұлға қазақ музыкасын кәсіби деңгейге көтеріп, оның дамуына айтарлықтай үлес қосты. Асқан дарын иелері қазақ даласында енді ғана қолға алына бастаған фортепиано, халық аспаптары ансамблі, ішекті квартет секілді өнер салаларының дамуына мүмкіндік жасап, кең дәліз ашып, соларға арнап арнайы музыка жазды. Соның ішінде ол қазақтың қасиетті қара домбырасына ерекше көңіл бөліп, асқан шебер аспаптар дәрежесіне көтере білгенін айта кету керек. Әрі осы жолда ұлан ғайыр еңбек сіңіріп, қазақтың қос шекті домбыра аспабының орыс қана емес, әлемдік мәдениеттің кез келген күрделі музыкасын бере алатын әлемге паш етуге ықпал жасады. Сол секілді әлемдік мәдениет элементтерін домбыраның пернесіне сыйғыза отырып, қазақ топырағына жеткізе білді. Ахмет Жұбанов алғашқы рет қазақ халық аспаптар оркестрін ашқан тұңғыш кәсіби дирижер, яғни бүгінгі Құрманғазы атындағы оркестрдің негізін қалаушысы болса, Латиф Хамиди қазақ музыкасына тарихында вальс жанрының негізін қалады. Ол 1940 жылы әйгілі қазақ вальсін дүниеге әкелді. Есімі аңызға айналған өнер жұлдызы, КСРО-ның халық артисі Күләш Бәйсейітова тұсауын кескен бұл туынды бүгінге дейін қазақ музыкасының классикалық үлгісі ретінде бағаланады. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің композитор ретінде бағындырған биік белестерінің бірі опера жанры. Екеуі бірлесіп жазған Абай операсы қазақ жазба әдебиетінің кемеңгері Абайдың тереңдігімен, асқақтығымен ұштасып жатқан туынды. Абайдың туған халқына деген сүйіспеншілігі опера музыкасында терең, табиғи үндестік тапқан. Ауданымыздың жезтаңдай бұлбұл әншісі, аудан әкімінің жас белсенді жан-жақты мәдениет қызметкері номинациясының иегері, халықаралық Анна Герман атындағы «Эхо любви» байқауының лауреаты, Наурызхан Анаргүлдің әні мен сазы тербеген қазақтың қос саңлағына 115 жыл атты жеке концертін назарларыңызға ұсынамыз. Ой,
Oh